Ли Бәй егер қазіргі заманға уақытты жарып келсе, ол ешқашан ойламас еді, өзі шетелдік болып кеткенін. Бұған тікелей себеп Цин дәуірінде сыртқы батыс солтүстікті жоғалтып алуымыз. 701 жылы Ли Бәй орталық Азиядағы Суяб қаласында туған. Ал Суяб қаласы қазір Қырғызстандағы Шу аңғарында, Токмок маңында, астанасы Бішкектен 50 шақырымдай жерде орналасқан. Оңтүстігінде Тянь-Шань, солтүстігінде дала, батысында Ферғана, шығысында биік таулар, нағыз орталық Азияның торабында тұрған қала. Бұрын Таң Шаньзаңда Үндістанға барар жолында осы жерден өткен. Бұл аймақтың тарихы терең. 679 жылы Тан әулеті осында Сүй үйі бекінісін құрып, Қашғар, Қызыл, Хотанмен бірге атақты Анси 4 бекінісінің біріне айналдырған. Сол кездегі Ли Бәйдің ата-анасы Сычуаньнан босып келіп, осы жерде кішкентай Ли Бәйді дүниеге әкелген. Демек, Ли Бәй бала күннен қақтап жеген тәтті шелпек, ішкені сүт қымыз, алғашқы жеген қарбызы да осында болған десек қателеспейміз. Ал енді сұрақ, соншама маңызды Сүй үйі неге жоғалды? Бұл жердің тағдыры сыртқы батыс солтүстікпен тығыз байланысты. Бүгінгі тілмен айтсақ, Балқаш көлі оңтүстіктегі Жетісу, қазіргі орталық Азияның жері. Мұндай құтты өңірге кім қызықпасын? Ерте заманда Чағатай ұлысы мен Алтын Орда бірінен бірі тартып алып жүрген. Кейін Ақ Орда тайпалары келіп, жергілікті рулармен араласып, ақыры қазақ халқы қалыптасты. 1470 жылы Қазақ хандығы құрылды. Ол кезде Қазақ хандығының жері өте кең болатын. Шығысы Тянь-Шаньға, батысы Жайыққа дейін жетті. Көктем келгенде бүкіл дала малға толып, халықтың тұрмысы жақсы еді. Бірақ көпке созылмады, жоңғарлар шабуылдап, 100 жылға жуық соғыс жүрді. Қазақ хандығы ыдырап, Жоңғария тіпті ұлы жүздің біраз жерін басып алды. 1756 жылы Цин әскерлері келіп, жоңғарларды жойды. Қазақтар Цин өте мықты екен деп, боданды қабылдап көрші мемлекетке айналды. Содан шекара біраз уақыт тынышталды. Цин үкіметі Тянь-Шань бойына Карун деп аталатын бекеттер құрды. Бірақ мәселе мынада еді. Цин үкіметі Карунның ішіндегі бос жерде біздікі деп есептейтін. Ал қазақтар ол жаққа жайылымға шығып жүре берді. Қытайлар салық төлесе болды деп мән бермеді. Бірақ мұндай екі-үшті саясат халықаралық заңға сай келмеді. Ақыры өзімізге үлкен зиян келтірді. 19 ғасырда Ресей Қазақ хандығын түгел жаулап алып, Цин мен шекараны анықтауға кірісті. Сол кезде Цин империясының батысы да аласапыран болып жатқан. Ресей осыны пайдаланып, батыс солтүстік шекарасын бөлу туралы келісімге қол қойдырды. Нәтижесінде 500 мың шаршы шақырымнан астам жерден айырылып қалдық. Ойланып қарасақ, ол жерлер кімнің болуы керек еді? Қазақтың киіз үйлері тіккен даласы ма, әлде Цин империясының Карунмен қоршалған жері ме? Айтсаңыздаршы, бұл күштілердің әлсізді жұтып қойған заманы болатын. Біз шекараның анық еместігінен опық жедік. Даланың желі әлі де соғып тұр, бірақ сол өзендер мен аңғарлар баяғыда-ақ басқаға өтіп кеткен. Егер Ли Бәй бүгінгі батыс солтүстіктің жағдайын көрсе, сөзсіз, Сарықұмда 100 шайқаста қылыш сынбас, дәуірді бұзбай туған жер қайтып оралмас деп жырлап кетер еді.